Баршаңызға сәлем, қазақша медицина көрермендері. Бүгін біз сіздермен қоғамдағы ауқымды мәселелердің бірі қолтықтан жағымсыз иіс шығу туралы айтатын боламыз. Қолтықтан жағымсыз иістің шығуын біз барлық адамдар, яғни тер бөлінуімен бірге байланыстырып жатады. Яғни адамда тер бөлінуі күшейсе, яғни осының салдарынан жағымсыз иістің шығуы туындайды деп ойлаймыз. Негізінде мүлде олай емес. Тердің бөлінуі адам ағзасы үшін өте маңызды, пайдалы процестердің бірі болып саналады. Яғни адам ағзасындағы метаболизм процесінің қалдық өнімдері, улы заттар, токсиндер осы тер бөлінуімен бірге сыртқа шығып кетуі керек. Егер де сіз осы тер бөлінуін тоқтататын болсаңыз, әртүрлі заттардың көмегімен, онда жаңағы токсикалық заттар ағзаға қарай қайта сіңіріліп, ағзада улану процесін туындатуы мүмкін. Адамда қолтық аймағы мен шап аймағында апокринді бездер орналасқан, ал басқа аймақтарда орналасқан тер бездері одан тек су мен тұз ғана бөлінеді. Сумен бөлінетін тұз одан ешқандай иіс, яғни шықпайды. Тер бөлінуін блоктап тастаған кезде су мен тұз ағзаға қайта кері сіңіріледі. Соның нәтижесінде адамда ісіну пайда болады. Айтып өткен апокринді бездер, оларда су, тұз бөлінуімен қатар май, белок, гормонды сыртқа шығарып отырады. Осы адамда, яғни қалыптыда өмір сүретін тері бетіндегі бактериялар, қолтық аймағындағы бактериялар осы апокринді бездерден бөлінген майлармен, белоктармен, органикалық заттармен қоректеніп, оларды қалыппаған май қышқылдарына дейін және аммиакқа дейін ыдыратып, жағымсыз иісті шығарады. Осы жағымсыз иістің шығуының деңгейі бактериялардың санына байланысты. Яғни бактериялардың саны қаншалықты көп болса, жағымсыз иістің деңгейі соншалықты жоғары болады. Медицинада негізінен тердің бөлінуін гипергидроз деп атайды. Гипергидроз ол біріншілік және екіншілік деп қарастырылған. Біріншілік гипергидроз немесе эссенциалды гипергидроз деп атайды. Ол тек қана бір аймақтан емес, барлық аймақтағы тер бездерінен тер бөлінісі жоғары деңгейде артып, яғни адамның тер бөлінуі жоғарылайды. Ол қай уақытта болады? Ол адамда психоэмоционалды күй фонында, яғни стресске, неврастенияға, депрессияға, үрей қорқынышқа жауап ретінде ағзадан көп мөлшерде тердің бөлінуі, яғни жоғарылап отырады. Жыныстық жетілу кезінде, гормоналды фонның ауытқуы кезінде, яғни тердің бөлінуі жоғары болады. Бұл қалыпты, яғни норма. Келесі бұл екіншілік гипергидроз, ол белгілі бір аурудың симптомы ретінде көрінеді. Яғни ол тек тер бөлінуі ғана болмайды, адамда осы бір аурудың салдарынан басқа да шағымдармен көрінеді. Бұл яғни бізде эндокринді жүйенің аурулары, ең бірінші осы қант диабеті. Қант диабеті кезінде адам ағзасында тердің бөлінуі жоғарылап, адамнан жағымсыз иіс шығады. Ол яғни ацетонның иісімен көрінеді. Ал бүйрек аурулары кезінде аммиактың иісі шығады. Ал туберкулез кезінде тердің бөлінуі әсіресе түнгі уақытта жоғарылайды. Бұл кезде уксустың иісі, яғни өте қышқыл, өте өткір, ащы иіс шығады. Келесі бұл қылқынша бездің аурулары кезінде де тердің бөлінуі артады. Сондай-ақ Д витаминінің жетіспеушілігі кезінде де тердің бөлінуі жоғарылайды. Сондай-ақ осы менструалдық цикл тоқтаған кезде әйел адамдарда климакс кезінде де тер бөлінуі артады. Осы тердің бөлінуі екіншілік гипергидрозды біз, яғни дәрігерлерге, осы отбасылық дәрігерге қаралып, анализдерді тағайындап, арнайы мамандарға тексеру арқылы біз емдей аламыз. Сол кезде осы тердің жоғары деңгейде бөлінуі қалыпты емес, жоғары деңгейде күрт тер бөлінуі қалыптыға түсіп, яғни нормаға келеді. Оны біз, яғни жалпы қан анализі, жалпы зәр анализі, қылқынша бездің, бүйректің өзегін, яғни осы органдардың қызметін тексеру арқылы, қылқынша бездің гормондарын, ТТГ, Т4, Т3, яғни қандағы гормондардың деңгейін тексеру арқылы, Д витаминінің мөлшерін тексеру арқылы, яғни біз анықтай аламыз. Сондай-ақ туберкулез, ол яғни флюорографияға және кеуде клеткасының рентгенографиясына түсіру арқылы анықтауымыз керек. Және де қант диабетін анықтау үшін қандағы қант деңгейін міндетті түрде қараймыз. Яғни осы анализдердің қорытындысы бойынша арнайы мамандарға қаралып, біз осы ауруларды емдеуіміз керек. Сондай-ақ осы айтып өткен жаңағы біріншілік эссенциалды дедік, жүйке жүйесінің аурулары кезінде де, яғни неврологқа, невропатологқа қаралу арқылы біз, яғни осы тер бөлінуін тоқтата аламыз. Ақпарат ретінде Ұлыбританияда осы гипергидрозды, яғни тер бөлінуін осы жұмысшыларға өте кедергі келтіргендіктен оны белгілі бір нозология ретінде қарастырылған, медицинада ешқандай симптом емес, нозология ретінде қарастырып, арнайы медициналық сақтандырудың көмегімен ем жүргізеді екен. Ал біздің Қазақстанда тек оны белгілі бір аурудың симптомы ретінде қарастырған. Тер бөлінісін халық арасында тоқтататын, яғни дезодоранттарды, антиперспиранттарды қолдану өте жоғары деңгейде жүзеге асырылады. Бұл дұрыс емес деп ойлаймын өзімнің тарапынан. Негізінен бұл дезодорант тек уақытша ғана, ол тердің бөлінуін тоқтатпайды, бірақ жағымсыз иісті бейтараптайды. Яғни уақытша белгілі бір уақытқа дейін жағымсыз иісті, яғни азайта алады. Ал антиперспирант бұл
яғни тердің бөлуін тоқтатады, тер бөлетін жаңағы бездердің түтіктерін мүлдем жауып тастайды, бітеп тастайды. Соның нәтижесінде ол жаңағы айналасында орналасқан лимфа бездерін, лимфа түтіктерінде яғни бітеп тастайды. Лимфа айналымы дұрыс жүзеге аспайды. Соның салдарынан лимфа жүйесінің ауруларына да әкелуі мүмкін. Және ол жердегі тер, яғни тер бездерінің түтіктерінің бітелуі салдарынан тер бөлінуі тоқтайды. Оның бездердің қызметі тоқтауының салдарынан оларға бактериялар қосылып, яғни гидроденитті туындатуы мүмкін. Қазақтар оны ит емшек деп атаған. Ит емшек ол яғни осы тердегі тер түтіктері бездері бітеліп қалуының салдарынан жаңағы бактериялар барлығы бірге қосылады да біріңді процесс туындайды. Соның нәтижесінде адамда осы қолтығында бірінен кейін бірі көбейетін жаңағы шишка түріндегі ісіктер пайда болады. Ит емшек деп атауының себебі олардың жаңағы санының артуына, көлеміне байланысты иттің емшегіне ұқсағандықтан ит емшек деп атаған. Осы ауруларды туындатады, нақты дәлелденбеген, бірақ эксперттердің айтуы бойынша осы антиперспиранттардың құрамында алюминийдің тұздары болғандықтан ол жаңа маңда орналасқан сүт безінің әйелдерде рагына әкелу қаупі жоғары деңгейде. Сондықтан антиперспиранттарды қолдануды мүлде ұсынбаймын. Жалпы осы жағымсыз иісті тоқтату үшін, яғни ең бірінші гигиенаны сақтап отыруымыз керек. Жаз айларында тердің бөлінуі өте деңгейі артады. Физикалық күш түскенде, жаңағы әртүрлі ыстық киім киген кезде, ащы тағамдарды жеген кезде тер бөлінуі жоғарылайды. Себебі жаңағы қатты қызып кетуді болдырмас үшін, терморегуляцияны бір қалыпты деңгейде ұстап тұру үшін ағзадағы жылуды тер бөлінісі арқылы сыртқа шығарып, ағзаны салқындатады. Ол ағза үшін, яғни қызып кетуден сақтап, ол пайдалы процесс болып саналады. Яғни жаңағы аталып өткен осы ащы тағамдар кезінде тер бөлінуінің жоғарылауы, ащы тағамдардың, қызыл бұрыштардың, сарымсақ, кинза, қыша деп жатамыз, осы тағамдардың жеген кезде ағзада өзіне тән жағымсыз иістің шығуымен көрінеді және тер бөлінісінің артуымен көрінеді. Себебі осы тағамдарды әсіресе қызыл бұрышты қабылдаған кезде, яғни тілдегі орналасқан рецепторлар миға сигнал береді. Яғни бұл маған яғни қатты қызу түрде түсіп жатыр, мені қыздырып жатыр, күйдіріп жатыр деген сияқты белгі беріледі да. Соның нәтижесінде жаңағы ағзада сыртқа жылуды бөліп тастайды. Ол жылуды бөлу үшін тер міндетті түрде бөлінуі керек. Сондықтан осы ащы тағамдарды, тұзды тағамдарды, сондай-ақ жаңағы сарымсақты, кинзаны, пиязды және де зиянды әдеттерден алкогольді, темекіні шегуді азайтуымыз керек. Яғни олардың өздеріне тән иісі болуымен бірге тердің бөлінуі осы тағамдарды қабылдаған кезде өте жоғары деңгейде болады. Сонымен бірге кофеин, яғни кофе, шоколадтарды тұтынған кезде тердің бөлінуі артады деген осы америкалық катология эксперттерінің айтуы бойынша осы заттар тер бөлінуін жоғарылатады екен. Сондықтан осы тағамдарды тұтынуды доғаруымыз керек. Келесі, яғни салмағы көп адамдарда тер бөлінуі өте жоғары деңгейде болады. Олардың қимыл қозғалысы өте аз болып келеді. Сондықтан жаңағы өзінен артық қатты қимыл қозғалыс жасап қойса, ол да яғни миға сигнал береді, ағзадан жаңағы жылуды шығару деген. Сондықтан олар бірте-бірте жаңағы салмақты азайтуымыз керек. Ол денсаулық үшін де өте пайдалы, салмақ азайтқан қалыпты деңгейде ұстап тұру. Сондай-ақ тердің артық бөлініп кетпеуі, яғни тердің қалыпты деңгейде бөлінуі үшін маңызды болып саналады. Сондықтан салмақты реттеуіміз керек. Келесі ол бізде синтетикалық киімдерді, ауа өткізбейтін киімдерді киген кезде, яғни сырттан келетін ауа жоқ, сондай-ақ жаңағы қолтықтағы осы орналасқан тердегі бактериялар үшін арнайы қолайлы орта жасайсыз. Сол кезде сізден тердің бөлінуі де артады және де жағымсыз иістің шығуы да артады. Сондықтан да синтетикалық киімдерді мүлде кимеген абзал. Табиғи материалдардан жасалған, жібектен жасалған, мақтадан жасалған киімдерді тұтыну, яғни қолайлы болып келеді. ХБ материалдардан жасалған киімдер әсіресе жаз айлары кезінде өте тиімді болып келеді. Яғни күніне 2 мезгіл салқын душты қабылдаған дұрыс, және де күнделікті 2-3 рет қолтық аймағын сабындап, кір сабынмен сабындап, жуып, оларды таза ұстап отырған абзал, және де қолтықты түктен тазартқан абзал. Себебі осы тер бөлінеді, түктердің арасында сақталынатын осы май, бактерия түкпен бірге тұрады да, сақталып жаңағы шығып кетпейді, сақталып тұрады. Соның нәтижесінде бактериялар оны қорек ретінде пайдаланады. Сондықтан түкті бактерия үшін қорек ретінде қолайлы орта жасамай, түкті қырып тастаған абзал. Тұзды ванналарды қабылдау, тұзды ванналарды қабылдау осы бактериялар үшін қолайсыз орта және бактерицидтік әсер етеді. Негізі осы маңызды жағымсыз иісті кетіретін заттарды айтайын. Ол табиғи заттарды. Ең біріншісі ол лимон. Лимонның бір тілімін алу арқылы таза жуылған, сабындалған қолтыққа сіз аздап құрғай, сол кезде сіз лимонның қабығымен қолтыққа жағып қойсаңыз, оның бактерицидтік, яғни бактерияларды өлтіретін әсері, және де екіншіден жағында иісі пайдалы болып келеді. Осы лимонның шырын да пайдаланып жатады, яғни лимонның шырын сығып арқылы оны ватный дискпен
сүртіп отыру арқылы пайдалануға болады. Келесі перекись водорода, яғни сутегі асқын тотығы дейміз. Осы сутегі асқын тотығын ватный дискқа аздап тамшы, яғни түрде тамызамыз. Сол тамшы көмегімен таза құрғақ теріні дисктің көмегімен перекись водородымен сүртсеңіз, оның да бактерицидтік, бактерияны өлтіретін, жағымсыз иісті жоятын, таза ұстап тұратын қасиеті бар. Келесі қалампырды, мятаны қолдануда пайдалы болып келеді. Сондай-ақ ас содасы. Ас содасы бұл жағымсыз иісті бейтараптайды. Бір стакан суға бір шай қасық ас содасын қосу арқылы сіз ватный дисктің көмегімен соған құйылып, жаңағы қолтыққа жақсаңыз, бактерияларды жойып, жаңағы осы жағымсыз иісті бейтараптап отырады. Осы процестерді күнделікті қайталап жасап отырсаңыз, гигиенаны сақтансаңыз, осы айтылған 3 әдісті орындасаңыз, сіз жағымсыз иістен арылатын боласыз. Және де сіздерге айтарым, өздеріңіздің араңызда осы жаз мезгілі кезінде тердің бөлінуі, жағымсыз иістің осы қолаңсаның шығуы өте жоғарылап кетеді. Сіз өзіңізде, яғни қандай ақпараттар бар, сіз қандай әдістерді қолданасыз, басқа адамдарға көмек ретінде комментарийға пікір қалдырып кетуіңізге болады. Пікірлеріңізді қалдыруларыңызды сұраймын. Және де ақпарат сіздерге пайдалы болды деген ойдамын. Арнама тіркеліп лайк басып, қазақша медицинаның, қазақша контенттің дамуына өз үлестеріңізді қосып кетсеңіздер. Сау болыңыздар, ауырмай аман жүріңіздер.